Рамазандан, оразадан мақсат, бұл Құранда өзі айтады, тақуа. Я юхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттақун. Ей имандылар, силерден алдыңларға фарз қылынған дейлі, ораза силерге дагы фарз қылынды дейді. Демек, ораза бізге емес, бізден алдыңғы үмметтерге де берілген. Алар да ораза қармаған. Бірақ аларда мүмкін 40 күн болған болушы мүмкін, 50 күн болған болушы мүмкін, башқа тәртіптер болушы мүмкін, бірақ Рамазан, ораза аларда да болған. Рамазанның мақсаты лааллакум таттақун, тақвалы болушыңар үшін дейді. Оразада біз тақва алышыбыз керек. Оразаның сабағы бізге тақва үйрету, тақвалы болу. Ким оразадан тақвалы болып шыққан болса, иншалла ал мақсатқа жетті. Рамазанды мақсатын тура тапты. Аллах субханала тағалаға Рамазанды жеміштүү қылды. Тура пайдаланды деген сөз. Егер ким ораза қармап тақва келбеген болса, тақвалы бола албаса, анда ал адам не болды? Оразаның мақсатын білген жоқ. Оразаның мақсаты жегенді, ішкенді, нафсы тиіп қойып емес. Ошо менен кошо чоң нерсе турат артында ал ат-тақва, Алладан қорқып, муттақи болып жашоо.